алдындағы күрек оң жақ тістің емдемес бұрын диагнозын қалай білуге болады, сол туралы сіздерге айтатын боламын. Тыңдаңыздар. Пациент келгенде бірінші үпіретінмен үпіріп жел ауа шашып үпіріп көреміз. Одан кейін су шашып көреміз. Егер желге или суға сезетін болса, ол пульпит болып саналады. Бір айтып өтетін жағдай, алдыңғы тістерге кәрес қылып емдеуге болмайды. Негізі, өйткені алдыңғы тістер артқы азу тістерге қарағанда чувствосы мықты болады. Сол үшін алдыңғы тістерге кәрес қылып емдеуге болмайды. Ол бәрібір ертең ауырады. Енді бұл тіске енді тістің үстіңгі жағына, тістің торайына, деснаға укол саламыз. Укол салып болғаннан кейін 15 минут күтеміз. 15 минуттан кейін жайлап шірігін тазалаймыз. Бірінші. Сосын бұл тісте бір канал болады. Тек қана сол каналына дейін тазалап ашамыз. Каналын ашқаннан кейін кішкене үлкейтіп аламыз. Ары қарай пульпа экстрактор деген бар. Сонымен нервін аламыз. Нервін алып болғаннан кейін файлдар болады. 8-ден 40-қа дейін файл болады. 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40-қа дейін файл болады. Сол файлмен бірінші 8-ден бастаймыз. Сөйтіп ішін тазалаймыз. Одан кейін 10-мен, 15-пен, 20, 25-пен солай 40-қа дейін апарып тазалаймыз. Тазалап болғаннан кейін ішін каналопленителмен жуамыз ішін. Ішін перекиспен жуамыз. Жуып болғаннан кейін дәрімізді дайындап аламыз. Дәріні дайындап болғаннан кейін каналның ішін қайттан сүртіп, ішін құрғатамыз. Құрғатып болған соң дәріні каналның ішіне толтырамыз. Толтырып болғаннан кейін ішін бетін сүртіп, сосын пломбымен бетін жауамыз. Жауып болғаннан кейін шіріген жерін қайдап толтыру керек пломбымен. Ортасында оның матрица қойылады. Обязательно матрица қойылмаса болмайды. Өйткені екісінің ортасы жабысып қалады. Пломбымен матрица қойылатын болса, ол жабыспайды. Сөйтіп